2024 жылдың 26 ақпанында Жоғары сот кеңесі аудандық соттар судьяларының 171 бос орнына конкурс жариялады. Ағымдағы жылдың 12 маусымындағы бірінші кезең аясында сот алқалары төрағаларының 3 бос орнына және аудандық соттар төрағаларының 41 бос орындарына конкурс қорытындысы шығарылды. Осы екінші кезең барысында 1 шілдеде облыстық соттар судьяларының 28 бос орындарына арналған конкурс қорытындысы шығарылды. Сол күні Жоғары сот кеңесі регламентінің 53 тармағына сәйкес 105 жаңа бос орындары бар екендігі туралы қосымша хабарландыру жарияланды. Мұндай тәсіл аудандық соттар судьяларының бос қызмет орындарының тізіміне конкурс жариялағаннан кезде бос лауазымдарды ғана емес, қорытындылау кезінде қол жетімді барлық лауазымдарды қосуға мүмкіндік берілді. Осыған байланысты 26 ақпандағы конкурсқа қатысқан және облыстық соттар алқалары төрағалары мен судьялары, аудандық соттар төрағалары лауазымдарына ұсынымдар алмаған кандидаттар аудандық соттар судьяларының бос лауазымдарына қатысу жөнінде кеңестің атына қосымша өтініштер жібере алды. Осы қосымша хабарландыру аясында кеңеске 170 қосымша өтініш келіп түсті. 26 шілдедегі кеңес отырысында аудандық және оларға теңестірілген соттар судьяларының 276 бос орындарына арналған конкурс қорытындысы шығарылды. Байқауға барлығы 251 адам қатысты. Оның 148-і сот жүйесі ішіндегі қозғалғысы келетін қазіргі судьялар. Сондай-ақ қызметтен босатылғаннан кейін 4 жылдан астам уақыт өтпеген бұрынғы судьялар және біліктілік емтиханынан сәтті өткен 103 үміткерлер немесе сот төрелігі академиясының түлектерінен құралды. Осы конкурс аясында кандидаттарды мұқият зерттеу жүргізілді және ол бойынша сот төрелігін жүзеге асыру сапасы мен этиканы сақтау жағы зерттелді. Сондай-ақ судьялардың өтілі және басқа да көрсеткіштері ескерілді. Сонымен қатар кеңестің сайтында жұртшылықтың, оның ішінде заң қоғамдастығының өкілдері өз пікірлерін қалдыру үшін кандидаттар туралы деректер орналастырылды. Үміткерлер туралы мәліметтердің болуы тұрғысынан әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізілді. Сондай-ақ конкурстың комиссияның үміткерлерді алдын ала қарауы өткізілді және осыдан кейін бұл жөнінде кеңес отырысында қаралды. Ұсынылған 251 кандидаттың ішінен аудандық соттардың судьялары лауазымдарына ұсынымдарды 99 адам алды. Оның 57-сі алғаш рет ұсынылған заңгерлер, 42-сі қазіргі судьялар. Бұл ретте үміткерлердің санына қарамастан іріктеу түбегейлі жүзеге асырылды. Мысалы, үміткерлер болған 116 судья лауазымына конкурс өткізілмеді деп танылды. Конкурсқа қатысушылардың басым бөлігі Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 2 орынға 54 кандидаттан, Маңғыстау облысының Бейнеу және Жаңаөзен аудандық соттарына 1 орынға 1 кандидаттан үміткер болды. Ақжайық ауданының нөмір 2 аудандық сотына, Жаңақала аудандық сотына және Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек аудандық сотына 1-1 кандидат үміткер болған жоқ. Ұсынымды алғаш алған 57 кандидаттың ішінде 33-і республика соттарының мамандары, оны жеке сектор мен мемлекеттік органдардың заңгерлері, 7-і адвокаттар, 4 прокуратура қызметкерлері, 3-і өзін-өзі жұмыспен қамтылғандар болды. Алғаш ұсынылған кандидаттардың 24-і ерлер мен 33-і әйелдер, 16-сы магистр дәрежесіне ие, яғни сот төрелігі академиясын бітіргендер, 1-і заң ғылымдарының докторы, 9-ы мемлекеттік немесе ведомстволық наградаларға ие болып табылады. Ұсынылған заңгерлердің орташа жасы 35 жас, заңгерлік өтілі 11 жыл. 42 судьяның 33-інде мемлекеттік немесе ведомстволық наградалар бар, 12 судьяға қатысты азаматтардан оң пікірлер келіп түскен. Ұсынылған судьялардан орташа жасы 42 жас, заңгерлік өтілі 20 жыл, сот жүйесіндегі тәжірибесі 9 жыл. Ұсынымдар алған бұл адамдардың тізімі кеңестің ведомстволық сайтында орналастырылған.